православие христианның мерекелік атаулы күндерін мемлекеттік мереке ретінде тойлау жөнінде ұсыныс жасады. Көпті көрген, өмірлік тәжірибесі бар ағамыздың не ойлағанын түсіне алмады. Әлде әдеттегі қазақтық мінезге салып, жылы-жылы сөйлеген әріптесінің қақпанына түсіп қалғаны ма, оны да айта алмаймыз. Жалпы бұл мәселе жөнінде қозғамай қоюға да болар еді. Бірақ ұлттық телінетін телеарнаның жақында ғана болған бар мен жоқ сұхбатына қатысқан байыпты сөйлейтін Болотай ағамыздың да осы ұсынысты қолдайтындығын білдіргеннен кейін мыналарға не болған деген оймен қолға қалам алуды ұйғардық, деді Серікбол Қондыбай. Жақсы, мұсылманның құрбан айтының тойланғанына ешқандай қарсылығымыз жоқ. Ал сол құрбан айтпен оған қосақталған православияның Рождествосын мерекелік күн ретінде тойлансын делік. Бірақ біз одан не ұтамыз? Жариялау, қабылдай салу бәрінен де оңайы. Мәселе сол мерекелі демалысты күндер деп жариялаған күндері біздер қарапайым халық, басқару органдары, баспасөз бен теледидар не істейді? Өйткені сырт көзге бейкүнә болып көрінетін бұл ұсыныстың қазаққа тигізер зияны да жеткілікті. Соның ішінен тек қана бір-екеуін қарастырып көрелік. Біріншіден, соңғы сынақтық мәліметтерге жүгінсек, еліміздегі қазақ ұлты мен басқа да диаспоралардың сандық мәліметтеріне үңілсек, Қазақстандағы халықтың 65-70% мұсылмандар, ал қалған 25-30% христиандар құрайды екен. Яғни, егер осы ұсыныс қабылданатын болса, 65-70% құрайтын мұсылмандар өздерінен сан жағынан 2-3 есе аз христиан діні мерекесін тойлауға мәжбүр болады екен. Екіншіден, христиандардың өздерінің де біркелкі емес екендігі баршамызға белгілі. Православие дініндегі және сол ағымға жақын орыстар, белорустер, украиндер, армяндар Айса пайғамбардың туылған күнін 7 қаңтар тойласа, қазақстандық гректер, немістер, поляктар сол мерекені 24 желтоқсан күні тойлайды. Сайып келгенде, еліміздегі армяндар, осетиндердің санының болмашы екенін ескерсек, осы Рождество бүкіл христиан дінінің ұлттық мейрамы емес, тек қана орыс ұлтының мейрамы болып есептеледі екен. Ал құрбан айт бүкіл жер бетіндегі мұсылмандардың ортақ мейрамы. Оның яғни қазақтық, өзбек, басқалық секілді нұсқалары жоқ. Сонда, егер осы ұсыныс қабылданатын болса, еліміздің жер бетіндегі мұсылмандар өздерінің ортақ мейрамын тойлау үшін тек қана орыс ұлтының мейрамы болып есептелінетін Рождествоны да тойлауға мәжбүр болады екен. Ал бұл көрінеу теңсіздік және әділетсіздік. Үшіншіден, Айсаның қай туылған күні болсын мерекелік күн ретінде қалыптасып болған. Оның өзінің жөн жосығы, жоралғылары мен рәсімдері, өзіндік мерекелік аурасы да бар. 20 ғасыр осы мерекені бізге толықтай ақпараттандыру жағынан қамтамасыз етіп берді. Қарапайым тілмен айтқанда мерекені тойлаудың өзінің дәстүрі бар. Ал теледидардан насихатталу жағына келер болса, мерекені тойлауға, көңіл күй сыйлауға арналған әр елде, Ресейде, Европада, ақш-та түсіріліп кетірген жаңалы ескілік ондаған емес, жүздеген кинофильмдер, тіпті музыкалық туындыларда жеткілікті. Ал солардың барлығы бізге мереке күндері желтоқсанның ортасынан қаңтардың ортасына дейін, дәлірек айтқанда 30 күн бойы теледидардан ұсынылатын болады. Ашығын айтқанда бұрыннан да көрсетіліп келе жатыр. Яғни, осы ұсыныс қабылданатын болса, сырт көзге онша байқала бермейтін христиандық насихаттың одан әрі өршитінін байқай аламыз. Ал сол теледидарға телміруге мәжбүр болған қазаққа бұл ұсыныс пайдалы, керекті деп айта аламыз ба? Ал құрбан айтшы, сол күні мереке деп жариялағанда біз не ұтамыз? Ештеңе деп. Оның діни ғұрыптық жоралғыларының болғанына қарамастан, бүгінгі ақпараттандыру заманына бейімделген болмысы жаппай мерекелік көңіл күй тудырар жағдайы жоқ. Өйткені қазақ осы күні мал сойып, көрші-қолаңымен туған туыстарын сол садақадан ауыз тиюге шақырады. Көшеде өткізіліп көрсетіліп жатырған бірде-бір мерекелік іс-шара жоқ. Құрбан айт күні теледидар бізге не ұсына алады? Бар болғаны мешітке жиналған жұртты ғана.
одан басқа осы тақырыпты қамтитын теледидардың тәуліктік эфирін толтырар киномыз, анимациялық фильмдеріміз, әндеріміз де жоқ. Дәлірек айтқанда, соңғы 10 жыл бойы теледидардан осы қападағы мешітті көрсетіп қойып, арабша сүре оқылатын не басы, не аяғы, не түсіндірме мәтіні жоқ 5 минуттық видеоклип көрсетіліп келеді. Көре-көре одан да жалықты. Ауық-ауық журналшы мен әлдебір молданың түсініксіз сұхбатын, одан қалса ресейліктер түсірген мың бір күн сериясынан аударылған 10 шақты фильмдер ондаған мыңыншы рет көріп қайталай бермейміз бе? Міне, сырт көзге онша байқала бермейтін, мереке ретінде жариялағанда тұрған не бар дейтін ұсыныстың немқұрайлы қарап қосыла салатын осы ұсыныстың ар жағын саралай сайыптап келгенде қазаққа тигізер пайдасынан зиянының анағұрлым көп екенін байқап отырмыз. Депутат ағамыз да осы жағын ойламаған болуы керек. Наурыз мерекесінің осыған дейін шамамен 10 жылдан бұрын қабылданған болса, бүгінгі таңда Наурыз мерекесі тек қана мереке ретінде атаумен қалып отыр. Наурыз мерекесі күні теледидардан бізге әбден мезі кеткен, баяғыда түсіріліп кеткен концерттер мен ля тамаша үстіндегі көк мылжыңнан басқа еш нәрсе көрмейміз. Киіз үйдің ең сорақысы макеттер орнатылып, қазақи киім киген жарықтықтар ұлттық тағамдарын ұсынып, сахнада әншілеріміз ән айтып жатады. Бірақ оларды тыңдап жатырған ешкім жоқ. Осылай 2-3 сағат сенделген жұрт үйіне қайтады. Міне, мерекеміздің бар сиқы осы. Наурыз мерекесін тойлауға менің еш қарсылығым жоқ. Тойлау керек. Бірақ мәселе, тойлау керек болған соң ғана тойлау керек деген пейілден ада болған жөн. Соңғы 10 жыл бойы осы Наурыз мерекесін тойлау жөнінде идеялық база жасалған жоқ. Ал осы жағын біз анықтап алмайынша, Наурыз мерекесі жыл сайын әр аудан, әр қалаларда атап өтілетін қала аудан күндерінен еш айырмашылығы болмай, баяғыша күйінде қала береді. Наурыз мерекесі жаңа жылдың басы. Бұл жаңа жылдың 1 қаңтардағы жаңа жылдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ бұл екі жаңа жылдың идеялық базасының екі түрлі екенін біз білгеніміз жөн. 1 қаңтардағы жаңа жылдың басты идеясы христиандық пен көне германдық мәжүсилікпен бірте қайнасып, жыл сайын өзінің болмысын қалыптастырады. Яғни, жаңа жылдың басты идеясы ескі шал күйіндегі жылдың орнына жас бала күйіндегі жаңа жылдың келуінде. Үйреншікті болған жаңа жылдық бейне Аяз атаның ар жағында Санта-Клаус жатыр. Орыстар осы Санта-Клаусты Аяз атаға айналдырып, қасына Снегурочканы қосты. Оған да біз қарсылығымыз жоқ. Біздер қазақтар оны миымызға сіңірдік, әбден қабылдадық. Бірақ ең сорақы жері осы Наурыз мерекемізді тойлағанда да осы Аяз ата кейпіндегі жаңа жылдың талғамсыз, сұрықсыз күйде қайталауымызда болып отыр. Яғни Аяз атаның орнына ешқандай бейнелік, функциялық сипаты анықталмаған Қыдыр ата келді. Ол да Аяз ата секілді қолына таяқ ұстап, үстіне шапан киеді. Бірақ түстерінің ауысқандығы болмаса, іс жүзінде құр механикалық қайталау ғана. Наурыздың басты идеясы көне жылдың орнына жаңа жылдың келуінде емес, ол теңелту, теңестіру, теңесу идеялары. Жалпы осы сәтте күн мен түн, жылы мен суық, қыс пен жаз ғана емес, мәңгі бітпейтін жаңа мен ескінің айқасы. Жарық пен жасылық пен жаңа күн жарығы, жамандық пен түнекті бір жолата ығыстырып, осы сәтте көктем мен жаз мезгілінің маусымы басталады. Уақыт өте күз келген кезде түнек қайтадан жарықты ығыстыра, осылай жыл бойы қайталана береді. Міне, Наурыз мерекесінің өткізілуінің басты идеялық тұрғысы осы тақырыпқа сай өткізілуі қажет. Яғни бұл жерде бізге ешқандай шал Қыдыр атаның қажеті жоқ. Ең сипатты жас өрендердің ақ және қара киімден бір-біріне қарама-қарсы әрекеттері қажет. Міне, бір сөзбен айтқанда, біздің Наурыз мерекеміздің тойлануы жайында символдар, атрибуттар да осы тақырыптар айналасында болуы қажет. Сондай-ақ Наурыз мерекесі тек бір күнде қана бір сәтте тойланып кетуі дұрыс секілді.
Себебі қалған 29 күнді біз наурыз мейрамы деп емес, наурыз фестивалі деп атап, бұрынғы үйреншікті іс-шаралармен атап өте беруге болады. Жалпы күн мен түннің теңелі уақыты таңғы уақытқа сәйкес келсе, жаңа жылдың басталар уақыты осы уақытта болуы тиіс. Ең бастысы, наурызды тойлауға арналған қажетті ертегілер, әндер, өлеңдер, мультфильмдер шығарылуы қажет. Тек осындай жаппай насихаттану нәтижесінде ғана біздің балаларымыз кішкентай кезінен бастап осы мереке туралы түсінік алып, оны өсе келе кейіпкерлермен таныс болып, есейген шағында осы мереке туралы үйреншікті қуанышты сәт ретінде қабылдайтын болады. Осындай жұмыстар тек үкімет тарапынан қолдауға ие болған, жұмыстануға пейілі бар адамдар тобының бірлескен еңбегінің нәтижесінде ғана оңды болмақ. Сөзімді қорытындылай келе Қондыбайға арналды. Зерттеушілер қазағымда көпмейлі, қазақ үшін ғалымдарым артық етпейді. Зерттегенде биіктік аңыз әулиені Серікбол Қондыбайдай ағамызға ешкім жетпейді. Аспан менен жерді әркез зерттеген, зерттеуінен ешкім асып өтпеген. Ғаламатын зерттеп мына қазақтың бұл дүниеден құралатан кетпеген. Елімізге көп пайданы тигізген, еңбек жазып ата-баба ізінен. Атын айтса, Серікбол Әділбекұлы Қондыбай деп, құлақ салар жылы әркез лебізбен.